Сәлем, достар. Бұл қызық фильм. Алдарыңызда қара және көк фильміне қысқаша шолу. Алиша Уэс таңғы жүгіруге шыққан еді. Сол кезде оның жанында полиция көлігі тоқтады. Полицейлер қара нәсілді әйелден күдіктеніп, оны тергей бастайды. Өйткені бұл аумақ үшін ол күдікті көрінді. Алайда Алиша 3 апта бұрын ғана полиция қызметіне кірген болатын. Ауғанстандағы соғыстан оралған ардагерді туған қаласы дәл осылай қарсы алады. Алиша серіктесі Кевинмен бірге геттода патрульдік жасайды. Жергілікті тұрғындар полицияны жек көреді. Бұл ауданға тәртіп сақшылары сирек келеді. Мысалы, дүкен иесі бұзақылар туралы хабарлағанына бір күн өтсе де, Кевин тек кофе алу үшін ғана келді. Алиша жергілікті балақаймен сөйлеспекші болғанда, анасы оны дереу көлікке отырғызып алады. Полиция әйел мен ата-ана арасында шиеленіс туындады. Кенет Алиша сол әйелдің өзі мектептен таныс досы Мисси екенін түсінді. Бірақ Мисси оны танымағандай сыңай танып. Бұл жерде ешкім полицеймен дос болуға тәуекел етпейді. Они из банды Кингстон Крю. С ними надо быть настороже. Миссидің інісі Мауста Алишамен сөйлесуге құлықсыз болды. Кевин дүкеннен алған заттарына ақы төлемей шығып кетті. Өйткені бұл ауданда полицейлер ешқашан ақша төлемейді. Алиша серіктесінің орнына $20 тастап кетеді. Кевин бүгін қосымша ауысымда жұмыс істеуі керек еді, бірақ оның басқа жоспарлары пайда болады. Сондықтан Алиша оның орнын басуға келіседі. Ол Дикон Браунмен бірге жұмыс істейтін болды. Браун мен есірткі бөлімі қызметкерлері жаңадан келген полицеймен серіктес болатынын білгенде жақтырмай тұрады. Оларға әсіресе Алишаның камераны үнемі қосып жүруі ұнамайды. Түнгі клуб маңында төбелес шықты. Алиша біреуін қабырғаға тақады, ал екіншісі қауіпті нәрсе ойластырғандай болады. Бірақ оны серіктесі қатыгездікпен тоқтатады. Браун өзін-өзі ұстай алмай тапаншасын шығарып үлгерді. Алиша оны сабырға шақырды. Дәл осы кезде Браун қылмыскердің Алишаны атуға ниеттенген қаруын тауып алады. Әйел тәжірибелі серіктесінен кешірім сұрады. Браунның телефонына қоңырау түседі, сосын ол Алишамен бірге ескі электр станциясына келеді. Браун мұнда ақпарат көзімен кездетінін айтты және жаңадан келген қызметкерге көлікте қалуды бұйырды. Алиша бұл істің күмәнді екенін сезеді, бірақ бағынуға мәжбүр болды. Осы сәтте белгісіз біреу көлікті айдап кетпек болады. Кейіннен бірнеше атыс естіледі. Алиша қаруын алып ғимаратқа кірді. Іште 2 өлі дене жатты, ал 3-ші есірткі сатушы өмірін сақтап қалуды сұрап, полиция қызметкерлеріне жалбарынады. Бірақ детектив Мелоун оны суыққанды түрде өлтіреді. Полицейлер куәгерді байқайды. Мелоун онымен сөйлескісі келді, бірақ Смитти Алишаның камерасын көріп, оны атып тастайды. Әйел шіріген еденді тесіп өтіп, қоқыс үйіндісіне құлайды. Мелоун осы оқиғаны патрульдік полицейлер қылмыстық топқа тап болып, атыс салдарынан осындай жағдай болды деп көрсетуге тырысады. Оған ең маңыздысы камераны қолға түсіру. Бірақ Алиша бронежилеттің арқасында аман қалады. Ол қашып үлгерді, алайда тапаншасын түсіріп алады. Браун оны жасырынбауға шақырады. Оларға тек камера керек екенін айтады. Жараланған Алиша көмек шақырмақ болды, бірақ сол кезде Мелоун диспетчермен байланысып, оны жаңадан келген полицейдің қорқып қалғаны деп сендіреді. Алиша ғимараттан шығып көлікке қарай беттеді. Смитти тағы да оқ атты, бірақ бұл жолы мүлт кетті. Әйел қала сыртында жасырынып қаламын деген үмітпен қашуын жалғастырды. Ол есіктерді қағып көмек сұрайды, алайда жергілікті тұрғындар оны қуып шықты. Қуғын жалғаса түсті, бірақ Алиша жасырынудың жолын тапты. Мелоун серіктерінің ақымақтығына ашуланады. Один ее притащил, другой подстрелил. Разгребайте теперь это дерьмо. Просто слов нет. Ол барлық сыбайлас полицейлерді хабардар етіп, оларды да іздеуге қосылуға бұйрық береді. Браун көшелерді аралап, Алишаға іздеу салды. Әйел үйдің астынан шығып, патрульдік көлікті көріп көмек сұрайды. Сержант оған көлікке отыруды сұрайды, ал оның серіктесі дереу Мелоунға қоңырау шалып, қашқын табылғанын хабарлайды. Бірақ олар бір нәрсені ескермеді, Алишаның да рациясы бар еді. Ол жағдайды түсініп, тағы да қашуға мәжбүр болды. Осы кезде Маус дүкенінде біреу жүргенін естіп, дабыл белгісін қосты. Бұл Алиша болып шықты, ол артқы есіктен кірген. Маус оған көмектескісі келмеді, егер қажет болса, өзінің адамдарына жүгінсін деп кеңес берді. Алиша болған жағдайды айтып береді, содан кейін серіктесіне хабарласып көмек сұрайды. Кевин көмектесуге уәде береді. Дәл сол сәтте полиция дүкенге келді. Сержант Дойл алдыңғы есіктен кірді, ал лидер артқы есікті бақылауға алады. Олар Алишаның осында жасырынғанын сезіп, Маусты қорқыта бастады. Бейшара жас жігітті жылатқандары Дойлдың жанына жағатын секілді. Полицейлер кеткеннен кейін Алиша Маустан кешірім сұрайды.
Алиша алған жарақатын емдеу керек, бірақ ол жарақатын тек супер клеймен жабыстырып қоя салады. Маус оған киімін ауыстырып көзге түспейтіндей болуға және өзінің әріптестерімен мәмілеге келуге кеңес береді. Өйткені Алиша да полиция қызметкері. Убийство есть убийство. Кем бы ты ни был. Уәде бергендей Кевин келді. Алиша дереу учаскеге барып, видеоны жүйеге жүктеп, содан кейін ішкі қауіпсіздік бөлімімен немесе федералдармен байланысуды жоспарлады. Бірақ Кевин оны бұл ойдан бас тартуға көндіргісі келді. Оған сен шынымен сатқын болғың келе ме деген сұрақ қойды. Сол сәтте Алиша өзінің тағы бір жемқор полицеймен бірге отырғанын түсінеді. Бардачокта тапанша жатты. Алиша оны бірінші болып қолына алады. Ол серіктесіне көлікті тоқтатуды және шындықты айтуды талап етті. Сөйтсе, Мелоун есірткі тәркілеген кезде оның бір бөлігін өзі алып қалып, кейін қайта сатумен айналысқан екен. Ал өлтірілген үшеуі оның дилерлері болған. Ішкі істер басқармасы бұл істі мұқият тергеуде, ал Мелоун куәгерлерден құтылудың амалын тапты. Осы сәтте патрульдік полиция көліктің қасына тоқтайды. Кевин сасқалақтап қарсылық көрсетуге ұмтылады, бірақ Алиша оны бір соққымен есінен тандырды. Полицейлер дереу оқ жаудырады. Алиша олардың көлігін соғып, Кевинді рөлге кісендеп тастайды. Көмек сұраудан басқа амалы қалмаған Алиша тағы да Маусқа жүгінді. Сол кезде Миссидің ұлы Джамал полицей әйелді таниды. Ол өзінің ағасымен бір қабатта тұратын. Маус өлтірілгендердің бірі Зира екенін білді. Бұл жағдайды одан әрі қиындатады. Бұл уақытта полиция қылмыс орнына жетіп келді. Мелоун бар кінәні Алишаға жапты. Ол Зираны өлтірді деп мәлімдеді. Ал Зира Кингстон Крю бандасының басшысы Дариус Кирдің жиені еді. Дәл осы сәтте Дариус келеді. Мелоун оған ешқандай кедергі жасамауды бұйырды. Оларға Алишаның тезірек көзін жою қажет, ал бұл жұмысты бандиттерге тапсыру ең оңтайлы шешім болмақ. Бастапқыда Дариус бұл шабуылды қарсыластары ұйымдастырды деп ойлаған. Почему ты мне это говоришь? От девчонки слишком много неприятностей. Бірақ Мелоун Зираны полицей әйел атқан деп сендірді. Ашуға булыққан гангстер Алишаны таң атқанша өлтіруді бұйырады. Тіпті Джамалдың телефонына да Алишаның суреті жіберілді. Жемқор полицейлер келесі қадамдарын талқылауға жиналды. Алиша 17 жасында армияға кеткен. Оның ешқандай отбасы да, жақындары да жоқ. Сондықтан оны ешкім арқылы бопсалай алмайды. Бірақ Кевин оның дүкен сатушысымен сөйлескенін есіне түсірді. Алиша түн түскеннен кейін ауданды тастап кетуді жоспарлады. Әйел туған қаласына өз халқының игілігі үшін полицей болуға оралған еді. Бірақ тәртіп сақшыларының қара нәсілділерді адам құрлы көрмейтінін түсінді. Дүкен иесі полицейлерге Маустың Алишаға көмектескен сәті жазылған видеоны көрсетеді. Мелоун дереу Маустың қайда тұратынын сұрастырды. Джамал Алишаны өзі өлтірмек болды, бірақ әйел бірінші болып оған қару кезенді. Маус жиенінің телефонын алып, тек полицейлер ғана емес, бүкіл бандада әйелдің соңына түскенін түсінеді. Осы сәтте Мелоун мен Смитти олардың мекенжайына жетіп үлгерді. Джамалды үйіне қайтарып, Алиша мен Маус бірге қарсы тұруға шешім қабылдады. Олар артқы есіктен қашып шығып, ауданды қалай тастап кетудің жолын ойластыра бастады. Алайда олардың жолын бандиттер бөгеді. Оқ атыс басталды. Алиша алдымен бір атқышты, содан кейін көлік жүргізушісін атып түсірді. Қабырғаның ар жағынан дробовик ұстаған біреу шығып, оны Маус өзіне алаңдатты. Жас жігіт қылмыскерді атып өлтірді, бірақ өз аяғынан жараланады. Маус Алишаға пастордан көмек сұрауды ұсынды. Ол оған көлігін береді, ал өзі енді жүгіруге қауқарсыз. Маус қарама-қарсы бағытқа қарай кеткен сәтте Дариустың адамдармен бетпе-бет келіп тұтқынға түсті. Алиша досын өлімге қалдыра алмады. Оның жоспары күрт өзгереді. Дариус Маусты қатыгездікпен сабап тастайды. Гангстер Алишаның кінәсіздігіне сенгісі келмеді. Оның әпкесі Мисси де Маустың басын улап, Алиша бізден емес, ол басқа жақты таңдады деп, оны қорғаудың қажеті жоқ екенін айтты. Алиша камераны компроматпен бірге қараусыз қалған ғимаратқа жасырып, содан кейін өз еркімен Дариустың ұясына барды. Тұрғындар оны балағаттап, бос бөтелкелерді лақтырады. Дариусқа қонақтың келгені хабарланды. Алиша басты адамға келінді. Ол көп сөзге келмей, әйелді душқа қысып, миын шашпақ болды. Бірақ Алиша Мелоун Зираны өлтіргенін және бұл оқиға оның камерасына түсіп қалғанын айтады. Жемқор полицей Дариусты өз мәселелерін шешу үшін пайдаланды. Егер оған Маус аман есен екендігі көрсетілсе, Алиша камераны беретіндігін айтады. Осы уақытта полиция капитаны Алиша қай жерде екенін біліп, оны ұстауға арнайы күштерді жібереді. Алиша дос құрбысын осы айуандармен байланысқа түскен үшін кінәлады. Көп сылтауды айтпай, өз уақытында өзімен бірге геттодан кетіп, басқа өмір сүруге болатындығын жеткізеді. Бандиттер камераны тауып алды, бірақ барлық файлдар шифрланған болатын. Сондықтан жергілікті хакерді тартуға тура келеді. Что бы ни было на этой камере, нам отсюда живыми не выбраться. Жемқор полицейлер Алишаға тезірек жетуді үміттеніп отырды. Жазба жойылып, полицей өлтірілуі керек.
Я помогу искать камеру, но убивать ее я не стану. Ну так просто отвернись, Дженнингс. Тебе ведь не впервой? Арнайы спецназ машиналарынан шығып, Дариусты мекеніне қарай бет алды. Полицейлер күзетшілерді құртады, ал бұл кезде хакер жазбаны ашады. Бандиттер Мелоун Зираны өлтіргеніне көз жеткізді. То, что она снимала, не значит, что она не участвовала. Верно. Дариус полицейлердің Алишаға қастандық жасағанын көрді. Авторитет Маусты босату туралы бұйрық берді. Осы уақытта күзетші оқ атып үлгеріп, барлығы полицияның жетіп келгенін түсінеді. Ғимаратта атыс басталады. Месси мен хакер жасырын шығу жолы арқылы қашып кетті. Алиша камераны алып, Мауспен бірге ғимараттың артқы бөлмесіне кіреді. Сол жерден полицейлерге қарсылық көрсетіледі. Дариус оларды қорғап қашуына мүмкіндік берді. Атыс барысында Дариус Мелоунды ваннаға лақтырып, оны ұра бастайды, бірақ полицей қаруды алып, гангстерді өлтіреді. Ал осы уақытта Смитти баспалдақта Браунға жол беріп, оны арқасынан атып тастайды. Тағы бір куәгер өледі. Алиша бірінші болып жеткен сарбазды да атып тастайды. Әйелге көмекке Маус келді. Олар бірге қылмыскерді жеңіп, Алиша оны өлтіреді. Достар ғимараттың бір бөлмесінде жасырынды. Ғимарат қоршауға алынды. Алиша ешқайда шықпайды, бірақ полиция әйелді іздеуде, сондықтан Маус оған камераны беруін ұсынды. Ол оны полиция учаскесіне жеткізеді. Маус бронежилетпен полицей курткасын киіп Кевинге көзге түседі, бірақ ол үндемей, оны өткізіп жібереді. Алиша ғимараттан шығуға шешім қабылдаған сәтте Мелоун оған оқ жаудырады. Ол әйелді тауып өлтіруді көздеп еді. Алиша қабырғалардағы тесіктер арқылы қашып шықты. Сол уақытта Маус полиция учаскесіне жетіп, видеоны жүйеге жүктеуді бастайды. Алиша оған қалай жүктеу керектігін түсіндірді. Ол жердегі тақтайды тауып, бірнеше рет Мелоунды ұрып, оны итеріп жібереді. Мелоун әйелді ұстайды, ол оны тістеп қашып кетеді. Мелоун балконға шыққан сәтте Алиша оған қарай жүгіріп барып, екеуі бірге көліктің үстіне құлайды. Ұрыс жергілікті жастардың көз алдында жалғасты. Алиша Мелоунды темірмен ұрады, бірақ ол тоқтаған жоқ. Бұрынғы досы Месси Алишаға көмектесіп тапанша береді. Бірақ Алиша снайперлердің көздеуінде болды. Олар қаруды жерге қоюға мәжбүр етеді. Сержант Дойл кабинетке кіріп, Маусқа қару тақайды. Ол камераны тартып алды, бірақ тым кеш болды. Жақын арада бәрі жемқорлардың қылмысын білетін болады. Жазбаны капитан Хакет көріп, жедел әрекет ету тобына хабарласты. Ол Алиша кінәсіз деп оны босатуды бұйырады. Сол кезде Мелоун оны бірден өлтірмек болды, бірақ оны Кевин атып дереу полицияға беріледі. Мелоунды арнайы жасақ тұтқындайды. Месси бұрынғы досын құшақтап, одан кешірім сұрайды. Маус Дойлды ұрып, дүкендегі оқиға үшін одан кек алды. Алиша анасының қабіріне барып, Маусқа өмірін құтқарған үшін алғысын білдіреді. Фильм осымен аяқталады. Келесі кездескенше.